Медицина бағытындағы мамандықтар өте көп. Бұл мамандықтар қашанда адамзат тарапынан жоғары сұранысқа ие. Өйткені қандай уақытта болмасын адамдар дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Қазіргі таңдағы ең беделді мамандықтардың бірі стоматология мамандығы. Бүгін біз стоматология мамандығының қандай ерекшеліктері бар, қандай артықшылықтар бар екенін білеміз. Сол үшін Орал қаласындағы доктор Газизова атындағы стоматологияға келдік. Ендеше аспайық. Тіс дәрігері мамандығы қозғалыс координациясы мен әсіресе қолдың ұзақ моторикасы жақсы дамыған адамдар үшін жақсы келеді. Ұзақ мерзімді жады мен 100% көру қабілеті де маңызды. Аздаған дәлсіздіктен науқас тісінен айырылуы не қатты ауруды сезінуі мүмкін. Халық арасында стоматология жайында көптеген аңыздар тараған. Бірінші аңыз, тіс емдеу кезінде қатты ауырады деген пікір. Екінші аңыз, стоматологқа тек қана тіс ауырған кезде келу деген пікір. Шын мәнінде стоматологқа профилактикалық мақсатта 3-6 ай сайын келіп тұрып қаралу керек. Жалпы алғанда стоматолог мамандығы тұрақты және көп төленетін жұмыстардың біріне жатады. Әлеуметтік маңыздылығы жағынан стоматолог мамандығы кез келген уақытта мамандықтар тізімінде көшбасшы болып тұрады. Тіс бүлінді дегенше, іш бүлінді десенші деп атам қазақ айтқандай, тіс ауырса жағдайымыз қиын болары сөзсіз. Сонымен, тіс дәрігері болып жұмыс істеу өте тиімді. Неге? Еңбек нарығындағы мамандыққа сұраныс, қалыпты жұмыс күні, мансаптық өсу мүмкіндігі, медициналық білім бұл өмірде әр қашанда пайдалы, тұрақты жоғары жалақы. Қазіргі таңда Қазақстанда 10 мыңнан астам стоматолог бар. Ал сен соны бірі болуға дайынсың ба?